Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы өзгеру және даму. Бүгінгі сабақта шығарманың кейіпкері туралы пікірлерді салыстыра отырып бағалаймыз. Жаңа сөздермен танысайық. Өзгеру, меняться, даму, развиваться, кезінде, свое время, бұрын, раньше. Суреттерді салыстыр, қандай өзгеріс байқадың? Өзгеру, даму сөздерінің мағынасын ажырат. Жаңа сөздерді қолдан. Кезінде, қауырсын, сыя, қазір, автоқалам. Керекті заттарды сатып алу болашақ заманда қалай жүзеге асырылады? Диалогты мұқият тыңдап, қажетті сөздермен толықтыр. Сұңғат дүкенге бердің бе балам? Анашым, тапсырыс беріп жатырмын. Өңделіп жатыр, жауап күтіп отырмын. Ғажап, сонда сендер дүкенге бармайсыңдар ма? Жоқ, қазіргі заманда адам дүкенге бармайды ғой. Бізге тапсырыс бойынша тамақты әкеліп береді. Көлік тұрағының қасында әр пәтерге арналған бар. Сол жерге тауар түскенде бізге дыбыстық келеді. Адамдар да, заман да бәрі өзгерген. Бірақ маған ұнайды. Өзгеру бұл емес пе? Керемет. Керекті сөздер: тапсырыс, ақпарат, хабарлама, жәшік, даму. Жауапты тексерейік. Сұңғат дүкенге тапсырыс бердің бе балам? Анашым, тапсырыс беріп жатырмын. Ақпарат өңделіп жатыр. Жауап күтіп отырмын. Ғажап, сонда сендер дүкенге бармайсыңдар ма? Жоқ, қазіргі заманда адам дүкенге бармайды ғой. Бізге тапсырыс бойынша тамақты әкеліп береді. Көлік тұрағының қасында әр пәтерге арналған жәшік бар. Сол жерге тауар түскенде бізге дыбыстық хабарлама келеді. Адамдар да, заман да бәрі өзгерген. Бірақ маған ұнайды. Өзгеру бұл даму емес пе? Керемет. Мағыналары мәнді сөздерді анықта. Қатты, мықты, өзге, басқа, заман, уақыт, ғажап, керемет, мәлімет, ақпарат, үйрену, меңгеру, үздік, озық. Үлгіні пайдаланып сөйлем құрап жаз. Бұрын ғарышкерлер ғарышқа кептірілген тағамдар алып жүрді. Ал қазір ғарышкерлердің тағамдарын арнайы сықпаға салады. Бұрын сусындарды шыны бөтелкеге құйды. Ал қазір. Бұрын адамдар сүт тағамдарын кептіріп сақтады. Ал қазір. Бұрын ғарышқа тек зымырандар ұшты. Ал қазір. Бұрын адамдар дүкенде ұзын кезекке тұрды. Ал қазір. Сабақта не түсіндің? Қандай тапсырмаларды жеңіл орындадың? Қандай сұрақтарың бар? Сау болыңдар балалар.